Баршаңызға сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге бүгін денсаулыққа пайдалы, витамині мол, өте дәмді салаттың рецептін бөлісетін болам. Жасау жолы өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен піскен қызылшамызды кубиктап турап аламыз. Таза ыдысымызға саламыз. Және де үстіне қалбырдағы жүгерімізді саламыз. Жүгерімізді салып болып, бір пиязымызды жіңішкелеп тураймыз. Жіңішкелеп турап болып, қолымызбен мұжып, салатымыздың үстіне саламыз. Және үстіне азғантай укропымызды жуып тазалап алып, майдалап турап үстіне саламыз. Бір түйір чесногымызды езіп саламыз. Және үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрышымызды саламыз. Екі ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.